Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы еңбек стажы, оның түрлері және есептеу және бекіту тәртібі. Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі азаматтардың өміріндегі маңызды кезеңдерде мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау жүйесі болып табылады. Яғни ол кезеңдер кәріліктің келуі, еңбекке жарамсыздық, жұмыссыздық және асыраушысынан айырылу кезеңдерін атауға болады. Осы жүйеде еңбек стажы негізгі құқықтық категориялардың бірі болып табылады. Еңбек стажы зейнетақы тағайындауда, әлеуметтік төлемдерді есептеуде және жәрдемақы алу құқығын анықтауда шешуші рөл атқарады. Еңбек стажы бұл азаматтың еңбек қызметімен айналысқан немесе заң бойынша еңбек қызметіне теңестірілген уақыт кезеңдерінің жиынтығын айтуға болады. Яғни, еңбек стажы тек нақты жұмыс істеген уақытпен шектелмейді, оған әскери қызмет, бала күтімі, уақытша еңбекке жарамсыздық, кейбір оқу кезеңдері сияқты уақыттар да енгізілуі мүмкін. Еңбек стажының негізгі белгілері бұл уақытпен өлшенеді, яғни жыл, ай, күнменен. Құқықтық маңызы бар, құжаттармен расталады, әлеуметтік төлемдерге тікелей әсер етеді. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығында еңбек стажы бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші түр бұл жалпы еңбек стажы. Яғни, жалпы еңбек стажы дегеніміз азаматтың барлық еңбек қызметінің жиынтық ұзақтығы деп атаймыз. Оған кіретіндер ресми жұмыс істеген уақыт, әскери қызмет және бала күтімі уақыты. Бұл уақыттың маңызы бұрын кеңестік уақытта зейнетақы тағайындауда негізгі рөл атқарған. Екінші түрі арнайы еңбек стажы. Бұл жерде белгілі бір салада немесе ерекше жағдайда жұмыс істеген уақытты айтуға болады. Мысалы, зиянды және қауіпті өндірістерде, ауыр еңбек жағдайларын және медицина, педагогика саласын жатқызуға болады. Бұл түрінің ерекшелігі ерте зейнетке шығу құқығын береді, қосымша жеңілдіктер қарастырылады. Үшінші түрі үздіксіз еңбек стажы. Бұл жерде бір жұмыс орнында немесе үзіліссіз еңбек қызметін атқарады. Қазіргі кезде маңызы төмендеген, бірақ кейбір әлеуметтік кепілдіктерде қолданылады. Төртінші түрі сақтандыру стажы. Бұл қазіргі кезде Қазақстандағы ең маңызды түрі болып саналады. Сақтандыру стажы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысып, жарналар төленген уақытты айтуға болады. Оған кіретіндер жұмыс беруші аударған әлеуметтік төлемдер, жеке кәсіпкер ретінде төленген жарналар және оның маңызы әлеуметтік төлемдердің мөлшерін анықтайды, зейнетақы жүйесінде негізгі көрсеткіш болып табылады. Еңбек стажы нақты ережелер бойынша есептелінеді. Есептеу принциптері бірінші бұл күнтізбелік тәртіп, яғни ол жерде жыл, ай көрінеді және жыл 12 айға, ал ай 30 күнге бөлінеді. Екінші, қосып есептеу. Бұл жерде барлық кезеңдер біріктіріледі және қайталанатын кезеңдер есептелмейді. Үшінші, толық емес кезеңдерді есептеу. Яғни, жұмыс істелген нақты күндер ескеріледі. Стажға қосылатын кезеңдер. Бірінші, еңбек шарты бойынша жұмыс. Екінші, әскери қызмет. Үшінші, уақытша еңбекке жарамсыздық парағы, яғни ауру парағы деп айтуға болады. Одан кейін жүктілік және босану демалысы. Одан кейін бала күтімі, яғни белгілі бір жасқа байланысты. Ол кезде бала күтімін айтуға болады, 3 жасқа дейін отыруға мүмкіндігі бар және немесе өзінің жаңағы жұмыскердің өзінің қалаған уақытында жұмысқа шығуына.
1 жас болсын, 2 жас болсын дейін шығамын десе өзі біледі. Келесі қосылмайтын кезеңдер, яғни ресми тіркелмеген жұмыс, заңсыз қызмет және әлеуметтік аударымдар жасалмаған кезеңдер. Бұл кейбір жағдайларда ғана. Еңбек стажы міндетті түрде құжаттар арқылы расталуы тиіс. Ол құжат деп отырғанымыз, бұлар еңбек кітапшасы, еңбек шарты, жалақы туралы анықтамалар және мемлекеттік деректер базасына енгізілу керек. Қосымша дәлелдер. Егер құжаттар жоқ болса, онда архив анықтамаларынан алуға болады. Және куәгерлердің көрсетілуі. Және сот шешімінен шешім алуға болады. Қазіргі жүйе ерекшелігі бұл Қазақстанда көбінесе электрондық еңбек кітапшасы енгізілген және барлық төлемдер цифрлық жүйеде тіркеледі. Бұл стаж анықтауды жеңілдетеді. Мысалға алатын болсақ, бір азамат 10 жыл ресми жұмыс істеді, оған қоса тағы да 3 жыл бала күтімінде болды және оған қоса 2 жыл әскери қызметте болды. Бұны есептейтін болсақ, жалпы 15 жыл, егер барлық кезеңдер заңмен танылса. Бұл заңмен танылса деп отырғанымыз, барлық кезеңдер өз құжаттарында жаңағыдай көрсетілсе. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы еңбек стажы азаматтардың әлеуметтік төлемдерге құқық алуын айқындайтын маңызды құқық көрсеткіші болып табылады. Ол адамның еңбек қызметінің ұзақтығын ғана емес, сонымен қатар оның әлеуметтік жүйеге қатысу деңгейін де сипаттайды. Еңбек стажын есептеу нақты заңнамалық нормаларға сәйкес жүзеге асырылады. Ол жұмыс істеген уақытқа әлеуметтік аударымдардың төленуіне және кейбір жағдайларда еңбекке теңестірілген кезеңдерге негізделеді. Бұл кезеңдер деп отырғанымыз, мысалы, әскери қызмет және бала күтімін айтуға болады. Стажды бекіту тәртібі тиісті құжаттармен расталады. Ол құжаттар деп отырғанымыз, жоғарыда айтып өткен еңбек кітапшасы, еңбек шарты және жұмыс орнынан анықтамалар және әлеуметтік аударымдар туралы мәліметтерді көрсетуге болады. Қорытындылай келе, еңбек стажы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің өзегі болып табылады. Ол азаматтардың әлеуметтік құқықтарын іске асыруда шешуші рөл атқарады және олардың болашақтағы әлеуметтік қорғалу деңгейін анықтайды. Сондықтан еңбек стажын дұрыс есептеу мен заңды түрде бекіту әрбір азамат үшін де, мемлекет үшін де маңызды міндет болып табылады. Назарларыңызға рахмет.